Жолдостар жүрür екен, өмірім екен, достарым қайда деп сағынып жүрür екен Алматыда. Жолдостар жүрür екен, өмірім екен, достарым қайда деп сағынып жүрür екен Алматыда. Dostumun bölünüyordu sağına. Kел досым жаныма, өткенде қалайық бал шағыңа. Кел бірге барайық, сыртқы өмір өзен орнында тұрмайды. Жасы шақ өтеді, бір күн қол бұлғайды. Сыйластық қалады достар әлемінде, достықпенің тамақ болсын бар елінде. Сыртқы өмір өзен орнында тұрмайды. Жасы шақ өтеді, бір күн қол бұлғайды. Сыйластық қалады достар әлемінде, достықпенің тамақ болсын бар елінде. Кездестікті сол кеште тойда, дедім бірден анамая. Жүрмейді екен жүрекке айла, Құдаша қыз маладая. Билеп шықтым ортаға қарай, Құдашаға құшақ жая. Ей қарындас есімің қалай? Ара Гая, есімің Балқадиша емес Балқия. Құдаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, Балқия, есімің Балқадиша емес Балқия. Құдаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, Балқия. Балқия қыз ерінің балдай, махаббатқа жүрегім мас. Бара жатыр теңеу қалмай, алма мойын қиылған қас. Сені сүйсе Балқадишаны, сені сүйдім Балқия жан. Сыйға таптым мен падишаны, танцуй маған. Есімім Балқадиша емес Балқия. Құдаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, Балқия, есімім Балқадиша емес Балқия. Құдаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, Балқия. Есімің Балқадиша емес Балқия. Құдаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, Балқия, есімің Балқадиша емес Балқия. Құдаша билейікші кел бір партия, бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, Балқия.
жиналып алып күнде думан ойын мен сауық вечерлерге барған кездер көкшекөле мініп алып жалындаған жасымда қайтпайды екен расында ең алғашқы махаббат сол 18 жасымда еске салар сол кездерді әнші сол жылдарды әнге салар көк еске салар сол кездерді әнші сол жылдарды әнге салар көк жастық шақ қайта келмес қазір бәрі сағынар әніме билеп бәрін есің ал естеліктер альбомда еске салар суреттер коллаждық шағыма көкшекөле тербетер көкшекөле еске салар сол кездерді әнші сол жылдарды әнге салар көкшекөле еске салар сол кездерді әнші сол жылдарды әнге салар еске салар сол кездерді әнші сол жылдарды әнге салар еске салар сол кездерді әнші сол жылдарды әнге салар жаным деп күн арам күнде саған барам сенен хабар жоқ қой салам әнге салам мені сен шақырсаң құстай ұшып барам сүйдім сені барам хей жаным деп күн арам күнде саған барам сенен хабар жоқ қой салам әнге салам мені сен шақырсаң құстай ұшып барам сүйдім сені барам ауылыңа күнде барып қайтамын көздеріңнен махаббатты байқадым күнде саған тәтті әндер айтамын ауылыңа күнде барып қайтамын көздеріңнен махаббатты байқадым күнде саған тәтті әндер айтамын
Ауылыңа күнде барып қайтамын, көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын, айтамын. Ауылыңа күнде барып қайтамын, көздеріңнен махаббатты байқадым. Күнде саған тәтті әндер айтамын, айтамын. Рахмет, қол соғылсаңыздар, мен бірінші столдағы тамадамға просто пиджагым шешіп сағам. Жаға жайлауда көңіл көктемде шат-шадымнан күліп, ағайын туыспен қауышып, дос жарыммен көрісіп, жаңа құдалармен танысып, етене араласып жатсақ, Алла бізді осы бір қуаныш шақтан еш айырмасын деп тіледік. Уақыт деген жарықты уыста тұрмады, сынаптай сырғып, мерейлі мерекеміздің екінші дастарханына келіп жетті. Енді ардақтағы ағайын, бағанадан бері айтып жатырмыз ғой. Бүгінгі құдаларда жай келген жоқ. Қалың малсыз қыз болса да тарту таралғысыз болмаған, жөн жоралғысыз болмаған. Артынып, сонау жетісудан келіп отырған су жаңа құдаларымыздың осы бір сый сияпатымен, той шашуымен бастап кеткенде жөн көріп отырмыз. Енді ойбай ештеңе керек жоқ, самый главный балалардың бақытты ғой дейміз да, но все-таки алған приятно ше. Енді бүгінгі фартовый адамдар кім екенін көреміз қазір. Кілемді әкеп төсеп тастаймыз ортаға. Ал, кеңіздер, бер жаққа қарай, кеңіздер, сосын айтып береміз. Енді, это называется женское счастье. Еркектердің қатысы жоқ, қазір қоржын ақтарамыз. Соған бүкіл әйелдерді, мына аш, мынаны аш. Орамалды біреу ала ма? Ал. Самая фартовая женщина пусть выйдет. Мына ағыту керек екен мынаны. Сіз жолыңызды бересіз бен өзіңіз көріңіз. Орамал сіздікі енді. Енді Үлі. Құдағидың осы шаңыраққа арнап алып келген ырымның бірі ілу. Босағаға ілу дейді ғой. Жібек кілем. Жібек кілем. Ал енді құрметті құда-құдағилар, енді әрине біз сыйымызбен келдік. Өлі размалмай тірі баймайды дейді. Ең біріншіден құда-құдағи сіздеріне жақынырақ жақсам бола ма? Ал, құда-құдағи бері қарай кеңіздер. Бұл кісілер бірінші рет кішкене нетіп жүр. Түсінбей жатыр. Чо там деп жатыр кәдімгі. Ничего там? Нормально. 100 мың теңге өлі тірі. Міне. Қабыл алыңыздар. 100 мың теңге өлі тірісі. Бір қойдың құны, Бізде де солай қойдың құны. Сіздерді қымбат екен бірақ. Енді қалың малын тапсыруға рұқсат етіңіздер. Құдағи 2 миллион теңге. Мә бір приора сатып алуға болды жерде. Жарайды, арға кеттік ал. Кеттік ары қарай. Енді қызық келе жатыр. Әке күші 500 мың теңге. Ана сүті 500 мың теңге. Литрін қымбат есептегенсіздер ғой деймін. Жарайды, кеттік ары қарай. Мынаны бір кісі ашу керек қой, Құдағи, мынан бетін кім ашады? Жолын айтсаңызшы. Ондай қызық емес пе? Ал, қымбат ал, кеттік. Бетіндегі біреуін ғана аласың, қымбат. Ал, кеттік арға. Баламен келсең осы не істейсің?
Мынал атай береміз бе ары қарай? Құдай мына бір берекелі чемодан екен кәдімгідей шығып жатыр, шығып жатыр. Әрине сыйлығымызды үлкен әже атамыздан бастаймыз. Үлкен әжеміз Зура әже. Зура әжеге пальто. Айналайын қарағым қал жақсыма, сала берме көзіңді әр жақсыды. Кәте айтып отырсаңыздаршы, анда Италиядан алдырған деп. Зура әже қайдасыз? Микрофон қайда? Нағашы атамыз 90 жастан асқан қария атамызға игіна шапан құндыз бөрікпен. Тү. Болса қошеметтен қояйық. Үлкен нағашы атасына морковый бөрік, морковый жағалы шапан. Арнайы түрде сіз тіктірген ақсақал қабыл алыңыз. Қол соғып қошеметтен қояйық. Аузыңдағы ақ тісің маржан тісің. Жараса кеттен, қол соғып қойыңыздар. Құтты болсын ата. Ал енді. Әрі қарай жалғастырыңыздар. Ал енді Жаннұрымыздың атасы Жұмағали ата. Жұмағали ата, келіңіз ортаға. Жаннұрдың атасына. Құнды жағалы итальянский куртка. Рим папасын өзі киіп дейді наны, мәңіз. Пожалуйста, курткасы мощный, размер точный болды екен. Әжесіне. Салтанат апамыз. Жаулық, жібек шапан, жаулығымен. Алтын білезік. Еще білезігімен. Сіз микрофонды алып алсаңыз, тәтесіз. Жақсы сөздер айтып жатсыз, бірақ естілмей қалып жатыр жерде, ше. Бриллиантымен дедіңіз бе, бір нәрсе дедіңіз ғой. Біздің ауылдың әйелдері естісін ертең әңгіме болады ғой. Сұмдық кепті деп әңгіме айтып отырды. Құдалар сұмдық кепті, бриллиантымен білезік берді деп. Прямо неше күн бойы айтып жүр. Ал, құтты болсын. Еще мынандай сумкасы бар екен, тәте. Нағашы атамыз Жарқынбек атамыз. Жарқынбек атасына да почти тура сондай куртка, бөліп жаратын ештеңесі жоқ. Бұны да Италиядан алдырыпты. Арнайы түрде Римнан морковый жағалы шапан, жағалы киім арнайы түрде ағатайымызға қол соғып қошеметтеп қойыңыз. Нағашы Баян әжесіне апамыз. келіңіз. Тура жаңағындай жібек шапан, құдағы еңістікіндей тура. Алтын білезік. Құдағы еңістікіндей жібек орамал. Тура құдағидікіндей алтын, бриллианты бар. Салмағы, караты бәрі бірдей. Масқара ұрысып қап жүрмеңіздер. Екеуінікі де бірдей, Италиядан алдырды. Анаған больше, менше деген әңгіме жоқ. Өз солай, ана құдағидікті осылай ашылмай қол, сіздікі де ашылмай жатыр, көрдіңіз бе әні? Міне. От души. Все болды.
бар жан тән салып жаңағы еліміздегі бар асыл дүниенің бәрін жинап алып келді Құда. Шіркін ай. Аха, рахмет, Алла разы болсын. Құтты болсын. Қазір екеуің фотоға түсіреміз, бөлек. Ал енді бастысы өзім құдаларым, Аян құда, Ұлжан құдағи. Аян мырза мен Ұлжан ханым ортаға шықсын. Ал қол сол қош. Итальянский пальто. Рахмет. Және не нәрсе? Тисот деген. Бренд сағаты қолына. Мынаны Қызларай бір жыл айтатын болды мынаны. Құтты болсын. Анау мынау емес екен көрініп тұр я. Тисот десе болды ғой, елдің бәрі біліп тұр ғой. Енді құдағидікі вообще жақтарын түсіреді. Ал енді Ұлжан құдағиым. Ұлжан құдағи Франциядан арнайы түрде алдырған мынандай өз екі-ақ экземпляр. Біреу Макронның әйелі, сосын сіз ғана киіп жүрсіз мынаны. Италияның 585 пробалы ең жоғарғы сары алтыны арнайы бриллиант көздерімен арнайы Ұлжан ханымға заказ беріп алдыртқан біз міне. Заказ қой. Бітті. Әйелдердің іштері ауырып жатыр кәдімгідей басқа елдер. Рахмет. Жаннұр мынандай құдаларды қайда тауып алғансың? Құда бауыр. Бауырлары. Жоқ, екі құда балаға берейікші бірінші. Семья бітіріп, семьяны бітіріп. Екі кішкентай құда бала бар. Сол екі кішкентай құда балаға арнайы сый сияпатымыз бар. Қайда? Ол да жаңағы Жарайды. Абзал мен ханға Туркиядан арнайы заказ беріп алдыртқан костюм. Екі кішкентайға. Сіздер өзі бізге құдағи тоссын. бізге бір нәрсе аламыз деп бүкіл Европаны айналып келген екенсіздер ғой, иә? Айналдық. Дұрыс, тамаша. Жанымызды салып тұр біз деп алып келген дүниеміз. Екі жастың бақыты, екі жастың махаббаты деп әкелінген дүние. Турға шыққан сияқтысыздар ғой осы балалардың арқасында. Кеттік ары қарай. Құданың бауыры Фархат Айслу. Фархат Айслу ханымда. Фархат нежданка болды ғой деймін кәдімгі. Фархат сам в шоке. Дану деп тұр ғой кәдімгі. Фархатқа не нәрсе? Ол сізге де жаңағы арнайы шабан алдыртқанбыз Италиядан. Итальянский бренд. Грециядан өтіп кеткен екенсіздер ғой, осы жол. Жарайды, ал итальянский кеттік. Бір итальянский. Фархат кәдімгідей күзге дайын болдың. Бір дөңгелегін ауыстырған мәшіне құсап шыға келдің, аңғырша. Бітті. Любой гололед деп тұр ғой, Фархат. Итальянский золото. Диордың орамалы. Ой, бәрекелді, аха. Машалла деп қойған. Диорда орамал таққан ғой. Аян құданың бауыры Қайсар мен Әсем ханым шықса. Қайсар мырза мен Әсем ханым. Бұл бізге де арнайы шапан. Меккеден әкелдік дейсаңыздар, сонда өтімді болады бұларға. Өтірік айтпаймыз, турасы солай. Угадал, да, прям? Прямо Мединадан әкепті. Аха. Ол жақта да куртка киеді екен ғой, ыстықпа деп жүрсем. Жақсылыққа киіңіз міне. Келесі. Құтты болсын. Дубайский алтын дек қама келін. Дубайский алтын дек қама, итальянский алтын. Емес, итальянский алтын.
итальянский алтын. Не қолыңызға тоссын, саусағыңыз әкелші. Еще Диордың орамалы. Жібек Диордан орамал. Аха. Спецзаказ бұның бәрі. Не халям-балям. Аха. Молодцы. Елнұр мен Айжан Елнұр. ханым, Аяжан ханым бар Аяжан. ма екен? Кеңдер. Бұл Бұл- кісіге де Бұл кісілер кенжелері ғой, иә? Кенжелері. Ал кел. Сендерге Пиндодадан алды, кеңдер. Ойнап айтыр, кеңдер бар. Сенің размерің дұрыс бермеген ғой. Ылғи жолың болмайды осы әйтеуірсің. Тура. Түйе жүннен арналған. Келіншегіне алтын итальяндық. Былтыр ғана Қазіргі кішкентай бренд болып жүреді. Жүзік. Қолыңда. Сенің жүзігін келмей қалып жүрмесін. Қарап ал, тексеріп ал. Жо, машалла. Иығына Диордың жібек орамалы. Енді ананы Италияға барып айырбастап аласың енді. Шиегі бәрі тұр. Жер ортаға шықшы. Қанат құда мен жұлдыз құдағи бар ма екен? Тағы бір айтыңызшы, кім? Анар, Қанат, Жұлдыз. Кәке, пальтоңыз күшті болып кетті екен. Жараса кетті өзіңіз. Италиядан алдырған арнайы заказбен жасалған алтын жүзік. Керемет. Жұлдыз құтты болсын. Сіздер алтын бергендерді ғана сүйеді екенсіз, пальто бергендерді сүймейді екенсіздер, ә? Жарайды. Ағатайым бетін бүйтіп тосып қойды. Жарайды. Сүймесеңіз сүймейіп қойыңыз. Бәрі бұл кісіні ешкім сүйіп жүрген жоқ. Мына бір құтты дәптер екен. Ішінде Құрманғазы деген жазу жоқ па? Қарайсаңыздаршы. Төлеген. Төлеген құда мен қымбат ханым. Құда қайда? Құда жоқ. Міне сол кісінің костюм шалбары, е? Төлегенге кимейді ана қымбат. Қымбат ханымға біз ең алғаш осы жерге тәтті шай ішуге келген кезде ең бірінші көргеніміз осы қымбат ханым болатын. Бізге өте жақын, жанымызға жайлы адамның бірі болды сол кезде, ең танысқан кезде. Мына қымбат ханымға тоже арнайы заказбен алдырдық бұл жүзікті де Италиядан. Италиядан. Бриллиант көзбен. Высшая проба. Жүзік, еще шапан да. Осы қымбат тыныш жүрсін дедіңіздер ғой деймін осы. Бұл да бренд шапан, анау-мынау емес, заказбен алдырған арнайы бренд қазақша тігілген шапан. Қаскеленде тігіліпті қымбат. Қаскеленде тігіліпті. Құтты болсын. Жараса кетті. Мынау талай тойға кетейін деп тұр, біраз қыз ұзатайын деп тұрсың сен мұна мен. Әр қарай. Дастан мырза мен Жазира. Дастан Жазира. Италиядан алдырған сырмалы шапан және Жазираға алтын қазіргі банклиф. Микрофонды беріңізші тәтеге. Жазира алаңдама. От души жасаған дүниесі, е? Абылауызда. Құтты болсын. Жазира, бұл кісілердің тойы болса, маған бәрін қайтару керек болады енді. Құдағидың інісі Думан мырза мен Еркеназ ханым. Думанға костюм шалбар,
және итальяндық алтын Булгария. Булгария, Тайгер. Иығына жібек орамал Диордан. Құтты болсын. Құтты болсын. Сіздің енді аз да болса көптей көріңіздер, осы екі жастың бақыты үшін дайындап келген арнайы сый сияпатты қабыл алыңыздар. Құтты болсын. Рахмет. Рахмет, Алла разы болсын. Жаңа ғана тәтті дәмді жеміс жидек. Мына жерде біздің дайындап келген қоржынымыз бар. Бер қарай әкеңдер Ол жігіттер. қоржынның екі басында Бір-біртіндеп әкеңдер бер қарай. Көрсетіп. жалпы алғанда 18 метр матамыз бар. Қазір Өзінің асықпаңыз, жаңағы құдай. салт Қазір дәстүрдің есептейміз, 18 бай. оралғысы ғой. Такс, мына жерде кішіміш. Аха. Әкеңдер. Қоржынды әкеңдер, қазір әйелдер мұнан бәрін өздері бөліп болады. Екі ана шықса осы жердегі осы әулеттің құдағилары, құдашалары бар ма екен? Барлықтарыңыз ортаға шығып, әйел жолдастар. Мынаны ашып жіберсеңіздер, бетіндегі жаңағы кәдесін алсаңыздар. Осы әулетте құдағилар бар ма? Иә. Алыстан келген құдалар, құдағилар. Жаннұрдың нағашы әжесі бастасын, кеңіз енді, аха. Кеңіз, сіз бастайсыз. Мынадан өзіңізге ұнаған. Енді бұл жерде итальянский жоқ енді. Кеңіздер. Әйелдер қауымы, кеңіздер. Қайдасыздар? Қымбат жеңге. Кеңіздер, абысындары қайда? Кеңіздер. Жіберсеңізші, абысындарыңызды жіберсеңізші, қайда? Әйелдер қауымы бер қарай, құрбыларыңыз қайда? Тәттіні общий төгіп, бәрін араластырып, кішкене әлгі пакеттейміз ғой, сондайға салып беру керек. Иә. Мына жаңа 18 метрлік жыртыс. Жыртысы бар. Иә. Сосын ана қымыз, қымыраны, құрты, оқтауы. Маған мәке. Мына жерде Нұргүл құдағидың осы жаңағы Ұлжан құдағиға дайындап келген құдағи сөмкесі бар еді, соны табыс етсе. Ұлжан құдағи келсеңіз. Сізге арнайы жасалған құдағи сөмке. Үйге барып, құдамен отырып, дәмділеп шай ішесіздер. Қоржынның екі басында 9 метрден таза асыл плюш. Он деген бағаны кім берді жаңа осы жерде? 10 деген бағаны кім айғайлады? Рахмет, бағаңызға рахмет. Мен вообще 30 беріп атыр едім ғой. Қолсау қошемете қояқ, рахмет. Алла разы болсын. Осылай бір-біріне сый қылып, құрмет көрсетіп, хадия жасап жүре беріңіздер. Мәселе алған берген демес, бастысы балалардың бақыты. Ал, сыйлық алған жандар бір қол соғып қояйық. Біз сияқты түк бұйырмағандар тұрады енді, сторды шігейіп. Әнсіз өміріме қаңсымай ма, жүрегіңді бір дерткеп жаншымай ма, махаббатқа арнап бір ән шығарсын Шәміләу шамшығайда деп, Алатаудың мұзбалағын Мұқағали ұранда демес пе? Бүгінгі қарындасымыздың сырға салу тойында бізде Мұқағалиша ұран салмасақ та, бағанадан бері гитарамен, домбырамен, баян сырнаймен келген халықтың, қонақтың құлағының құршын қандырып жатқан
Нияз бауырым мен Адай бауырымды ортаға шақырып, Шәмшінің әндерінен попурри жасатып, әкелерге, аналарға арналған бір жақсы әндердің кезегін бергенде жөн көріп отырмын. Сіздердің құрметтеріңіз үшін қабыл алыңыздар. Өзіңмен арыстым, ойымда таныстым, шайнаған гүлдей құрбың сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді көркімде, қайдасың бұл күнде, сені іздеп арманым, сыр бойын шарлады. Seni іздеп арманым, сыр бойын шарлады. Аңсаған бақытым сияқтанып, айлуым келеді ұяқтанып, жолы жаққа қараймын, сен жоқсың арайлы. Кешірмей келем деме, тұрмын елеңдерме. Жолы жаққа қараймын, сен жоқсың арайлы. Кешірмей келем деме, тұрмын елеңдерме. Балауса қыз едің берген кезде, шашың ақпан тек байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойлана. Өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз тастап ойлана. Бәріміз бірге құдалар. Нұрлы бейнең қандай жарқын, арманысың қандай жанның шынарым-ай. Сен өлдірсең ерген тау бұлағында, сен өлдірсең ерген тау бұлағындай. Ай, тамаша! Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен берген құстардың қанатын самғаған, балалық құштарым өзіңе арнаған. Әлдене баялап өсірген жемісін, сал жер саябақ құшағың мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәлемін, көңілді көктемде көзіңнен танимын. Есейіп кетсем де мен саған сәлемін, көңілдер көктемде көзіңнен танимын. Ақ жаулықты аналарымыз аман болсын, бір шапалақ соқып қойыңыздар ағайын. Жаз едім
өмір керген ойламаған күн ертең не боларын ойламаған шарықтап келсем дағы қанат қағып өзіңдей қамқор әке қайда маған шарықтап келсем дағы қанат қағып өзіңдей қамқор әке қайда маған өзіңдей қамқор әке қайда маған Адай мен Ниязға бір қол соғып қойыңыздар. Рахмет, Алла разы болсын. Жангүл, Жаннұр, Мадияр, сіздердің де махаббаттарыңыз осы шәмшәндеріндей, қазақ әндеріндей ұзақ болсын деп тілейміз. Осының бәрі сендер үшін. Осының бәрі сендердің қызықтарың үшін, сендердің бақыттарың үшін. Ата-ананың да, ата-әженің де таңертеңнен кешке дейін жүгіріп жанталасқаны сіздердің қызықтарың үшін. Осы еңбектің бәрі ақталуы ол сіздердің қолдарыңызда. Мына бағанадан бері 2 жасқа арнап, бүгінгі сырғалым атанып жатқан қарындасыма арнап, жұрттың бәрі жақсы сөз арнады. Бір айтты, 2 жас атақты даңқты болсын деп. Бір айтты, 2 жас бай қуатты өмір сүрсін деп. Ал осында отырған туғандардың бәрі қос балаға бақ жаудырып жатыр. Қазақтың маңдайына біткен ғажап ақын Жұмекен Нәжімеден осы атаққа, байлыққа, бақытқа былай деп жауап беріпті. Атақ деген немене? Ақжорғама деп қалам. Әрі тақымда бір шауып, бір қазыққа тоқтаған. Мен де мінем демеші, дұрыс болса топшылау, кісі мінер онда енді бүтін арқа жоқ шығар. Байлық дейсің. Байлық деген немене? Сараңдық па деп қалам. Ашқан қолға тоқтамай, жұмған қолға тоқтаған. Мен де болам демеші, 2 көздің құны не? 2 көзің бітсегер жаңғалтаңның түбіне. Бақыт дейсің. Бақыт деген немене? Сұлу қыз ба деп қалам. Әр жігітпен бір билеп, бір жігітке тоқтаған. Менімен де бір билеп кетпеді деп күймеңіз. Шақырушы көбейсе, шықпайды ғой биге қыз. Құрметті жастар, бақытты болу әркімнің өз қолында. Десек те, сендердің басына бармақтай бақ тілеп келіп отырған туғандардың баршасының тілегі қабыл болсын деп бір шапалақ ұрып қойыңыздаршы. Енді, ардақты ағайын, бүгінгі мерекемізге Жаннұрдың аға жеңгелері ата әжесі деп жазыпты, дұрыс па қымбат? Ата әжелері аға жеңгелерімен бірге шыға бере ме? Аха. Ата әже, дұрыс па? Дұрыс болса дұрыс ал. Ал, Дәулет, Жанаргүл, Бекзат, Айгүл, Сандуғаш, Алматыдан, Ноян, Айнұр, Фархат, Айсұлу, Қайсар, Әсем, Елнұр, Аяжан деп жазған екен. Атасы мен әжесі бастап келсін дейді. Кеттік ал. Той қуаныштарыңыз құтты болсын. Бүгінгі тойдың иелері қазаншының өз еркі қайдан құлақ шығарса да дейді, қазан сіздердікі қалай қайнатсаңыздар да патша көңілдеріңізде. Енді бүгінгі мерекемізде жақсы бір жайдарлы жылы тілек өздеріңізде болсын. Алақандай жүректегі алатаудай тілектерді қос балаларыңызға арнаңыздар. Атасы мен әжесі бастап берсін, қалғанымыз қоштайық. Ал, атасы той құтты болсын.
Құрметті құдағилар, мына келген қадамдарыңыз құтты болсын. Жолдарыңыз оң болсын. Мына екі баламыз Жаннұрымыз бен Мадиярымыз бақытты болсын екеуі. Бақыт деген сөзге бәрі де сияды ғой. Бағана 5-6 сағаттың бойында жаңағы көңілшілер бәрі тілек айтып жатыр. Енді біздікі қуанышымыз сол. Жаннұрымыздың барған жеріне тастай батып судайсың дейді ғой. Енді Жаннұрымыз ерке қыз ғой, енді еркеміз, бірінші немереміз, қимаймыз да. Әлі өзім айтып отырған былтыр ғана. Оқуымды бітір енді, содан кейін үйде 1 жыл болсын, далада жүрсің деп. Енді бақытты болсын. Ал енді бүгінгі дастарханымыздың төрінен орын алып отырған Жаркенттен келген құдағилар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Ең бірінші осы алдындағы 3 ағасынан кейін өскен осы Жаннұрымыз, Жұмекен екеуміздің өзіміздің қызымыздай, қызымыз деп есептейміз, оны туған туыс бәрі біледі. Немере деген аты ғана. Осы Жакөнайымыздың Мадикош екеуінің бүгін сырға салынып, қол ұстасып, болашақ өмірге бірге қадам басайын деп тұрған қадамдары оң болсын. Алдарынан тек қана жақсылықтар жолықсын. Сіздердің отбасыларыңызға Бауыржан мен құдағидың аты Гүл, Нұргүл құдағи, міне сіздерге біздің Жаннұрымыз, жандарыңыздың нұры болсын. Отбасыларыңызға тек қана қызық қуаныш әкелсін, жақсылық әкелсін, үбірлі шүбірлі болсын, алдындағы аға жеңгесінің жолын берсін. Міне осы әулетіміздің қызық қуанышы, өзіміздің үлкен атасының тұңғыш шөбересі, өзім жағымнан Мәнтай әжесінің, Қоңыратбек әжесінің де тұңғыш жиен немересі Жаннұрымыз, өзіміздің тұңғыш немереміз Аяным мен Ұлжанымның тұңғышы. Міне қарап тұрсаңдар, бүкіл тұңғыштық осы Жаннұрымыздың басында. Сондықтан да ойлайым мен, сіздерге де осы қолымызда қалай еркелеп өсті, сіздерге де бізге көрсеткен жақсылығын, жақсы мінезі, білімділігі, білгірлігі, бәрін сіздердің отбасыларыңызда көрсетіп, өзім бақытты болам деп емес, сол Мадиярымның шаңырағын бақытты қылам деп барсын, қадамы оң болсын. Барлықтарыңызға келгендеріңізге алыс жақыннан, туған туыс, жегжаттар барлықтарыңызға көптен көп рахмет, қуанышымызды бөлісіп, дастарханымыздың төрінен орын алып отырған барлықтарыңызға рахмет айтамыз. Алтындай уақыттарыңызды бөліп, қарап отырсақ, Астана, Балқаш, Қарағандының өзінен, ауылдан, жан-жақтан келіп отырсыздар. Барлықтарыңызға Алланың нұры жаусын. Жанико мен Мадикомыз бақытты болсын. Ал құрметті құдалар, қадамдарыңыз құтты болсын. Ал Аяшөк, Ұлжан, мынау аялай өсірген балаларды бүгін сырға салдырып міне үлкен жолға шығып жатсындар. Мына баламыз бақытты болсын. Бүгін мынау жаңа отырған қауым, туған туысқандар барлығы аман болсын. Тойымыз той қыласын. Той құтты болсын. Мына бүгінгі тойдың ең жақындарын, екі жақтың туғанын жинап, мына тойдың себепкері Жаннұр мен Мадияр екеуіне бақыт тілеймін. Аян мен Ұлжан, қайда? Аян, Ұлжан, иә, балаларың бақытты болсын. Дастархандарың қуанышқа жайылсын. Құдағилар, қадамдарыңызға нұр жаусын. Жақсылық тілеймін. Қуанышта жүрейік, амандықта жолығайық. Екі жақта да тойға Құдай нәсіп етіп осылай жүре беріңіздер. Ол жақта сіздер, бұл жақта біз аман болайық. Сол жақсылықтар. Құрметті құдағилар, қадамдарыңызға гүл бітсін. Енді міне біздің ақ көгершімдей әлпештеп аялап өсірген Жаннұрымызды сіздерге аманат қыламыз. Осы атасы мен әжесінің ерке балапаны енді сіздерге жаманаттығын көрсетпейді деп сенеміз.
осы екі балапанымыз бақытты болсын, осы балапандардың қызықтарына тоймай, қызық қуанышта бастарыңыз қосыла берсін. Осы екі елдің, екі рудың бастарын қосып атқан жастарымызға ең басты байлық тілейтін денсаулық, бақыт, өмірлері ұзақ болсын, үбірлі шүбірлі болсын, әрқашан қызық қуанышта тойда жүздесетін болайық, той қыласын. Ассалаумағалейкум, ақсақалды қария, ақжаулықтанылар, туған туыс. Ассалаумағалейкум, құдалар, келген қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Міне бүгін біздің де сіздердің де отбасыларыңыз ақ түйенің қарны жарылған күн. Енді қазақта айтады, жол мұраты жету, қыз мұраты кету деп. Енді ботамыздың міне ұядан ұшып бара жатыр, қадамы оңынан болсын. Жаннұр құлыным, сендерге тілерім, бақыттың баянсын, арманның аяулысын, өмірдің гүлін, жүректің жырын, өмірлерің шатты, көңілдерің шуақты болсын. Абай атамыз айтқандай, сенде бір кірпіш дүниеге тесігін таптап алған үлкен семья болыңдар. Алыстан ат артып, ақсақал түстендер үлкен семьяға айналдыңдар. Шаңырақтарың шаттыққа толсын. Құдалар, сіздерге келген қадамдарыңыз әрқашан тойдан тойға ұлассын. 2 жас бақытты болсын. Ассалаумағалейкум. Ал енді мына бүгінгі тойымыз құтты болсын. Алыстан келген құдалар қадамдарыңыз нұрлы болсын. Енді ботақанымыз Жәкөлай, міне бір өмірге, үлкен өмірге жол бастап атсың. Барған жеріңде бағың ашылсын. Мадияр екеуің бақытты болып, 2 жаққа бірдей болыңдар. Алашын, Ұлжан, міне үлкен үйдің үлкені деп балапандарыңды ұядан ұшырып атсыңдар. Тойларың құтты болсын. Осындай той әрбір үйде болсын. Бастарыңызға амандық, шаттық. Алыстан келген ағайын туғанға рахмет. Бәрілеріңізде жолдарыңыз болып, осындай той әрбір шаңырақта бола берсін. Ассалаумағалейкум. Құрметті туған туыс бауырлар, құда жекжаттар, жаңадан бас қосып атқан құдағиларымыз, мынау бүгінгі жақсы рәсім болып жатыр, сырға салу қазақтың дәстүріне байланысты. Және де Мадияр күйеу баламыз, біздің Жаннұр қызымыз, Жәкөнайымыз үлкен өмірге қадам басқалы жатыр. Алла тағала ғұмырларын қайырлы ұзақ қылсын, үлкен жанұя болсын, үбірлі шүбірлі болсын, сіздерге қызығын көрсетсін. Аман болыңыздар өздеріңізде. Алланың нұры жаусын сіздің қадамдарыңызға. Сол дәмдеріңізден алып қойыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Дұрауыз, куртка кемей қалыпты, ренжіп жүрсің бәлі. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Рахмет, аға жеңгемді сыйлап, біздің әулетті сыйлап, алтын уақыттарыңызды бөліп келіп отырғаныңызға. Қарындасымыздың сырғалым атануы құтты болсын. Екеуі бақытты болсын. Енді бағанадан жақсы әншілер келіп жатыр. Дауыстары да керемет екен. Енді бізде бір әудеп жерек қабыл алыңыздар. Жақында ғана 4-5 күн бұрын ба, Абай атамыздың 180 жылдығы тойланған болатын. Баршамызға құтты болсын. Сол Абай атамыздың өзгеге көңілім тоярсың әнін орындап берейін. Енді бала күнде орындаған, мен қазір білмеймін қалай шығатын. Қабыл алыңыздар. Былай істейік, карточкаға түсіп алайық, сосын елді отырыстап сізді алып қаламыз, аха. Әйтпесе мен жұлып жейін деп тұр что-то. Давайте. Ал, бірінші карточкаға түсіп алайық. Өзгеге көңілім тоярсың, өлеңді қайтып
іштегі дертті жоярсың, оны айтқанда толғанып, іштегі дертті жоярсың. Әуелесін шалқысын, от жалын боп шалқысын, жалай жарлай өлгенде арттағыға сөз қалсын, жалай жарлай өлгенде арттағыға сөз қалсын. Рахмет, рахмет. Кеңші бірақ. Есіміңіз кім? Қайсар? Аянның інісі, туған інісі. Құдай, Аян. Аян қайда өзі? Аян қайда? Неге сен бізді жалдап шығымтандың? Oldu mu toy ötüp durğuyuz ağı? Saçım. Енді Аян бар жерде обязательно ноян болады, ал кеттік ана. Мен өлең айтпағалы көрейік енді. Әу демейтін қазақ жоқ қой. Не өлең айтсақ болады екен. Әлшейін дауы жаппас айт дегенде өлең таппастың не болып тұр. Арқаның асқар тауы қызылар ай, қонбадым көл көсірдей қызылын ай. Ат қосқан тойыңдағы қызық думан, билігінде үлес қосқан қызуым ай. Қолайды бөрік тастан жетпес болақ, жайқалар етегінде қамыс құрақ. Өзіңнен жазатайым қайтер едің, өзіңнен қызылар ай кетсем жырақ. Өмірден жазатайым қайтер едің, өзіңнен қызылар ай кетсем жырақ. Көгілдір көкжиектің алауындай, алауы менің құштар қалауымдай. Аяулы аймезді арқарларым, тұрады құздарында қарауылдай. Қолайды бөрік тастан жетпес болып, жайқалар етегінде қамыс құрақ. Өзіңнен жатайым қайтер едім, өзіңнен қызылар ай кетсем жырақ. Осыған риза болыңыздар. Мә, что-то құдалар байқадыңыздар ма? Құдалық енді басталған сияқты. Енді Оян, сен жылқы бағып жүргенде күшті айтып үшің что-то бүгін. Далада жүрген кезде өзі адамның тынысы да кең болады. Далада жүріп айтқан әннің, ол бөлек нәрсе, Ол жерде бүкіл анау еске түседі ғой бүкіл, жарайды енді бүгін еске түсінбей жатыр, анау не жазды мен жаным саған дегенді күшті айтып жүреді. Енді Жазира, кеш ортаға. Кел. Мынау, әйтеуір бастан ешкім асығып тұрған жоқ қой, мен де асығып тұрған жоқ. Жазира, тыныш тиіспе, ол шаршап отыр өзі, қартайды уже жоқ болмай. Өзің, давай гитарамен. Аха, давай, кет.
анализін келтіріп аласыңдар ма әлде сразу? Жазира бәріміз тойға бірге шығып бастаған біздің бала күнімізден. Көп болды көрмегелі, бүгін көріп отырмыз. Жазираның да дауысын естіп қалайық. Жазира, кеттік ал. Жиеннің тойында шаппағанда қай уақытта шабамыз? Қымбат сүйемелдейді. Қымбат бүкіл нәрседе ойнайды. Нервта да ойнай береді. Қымбат кел. Ал енді біздің жақтың бәрі өнерпаз көрдіңіздер ғой. Мынау Ақтоғай, Қызыларай деген киелі, ол жердің жаңа айтты ғой, бәрі әнші, бәрі күйші, топырағының өзі киелі ол жердің. Біз енді Ұлытаудың қыздарымыз, сондықтан папам ән айтты жаңа, сол кісінің артынан еріп бізді әу дейтініміз бар енді. Сол кішкені сіңлімнің екеуміздің осы жерде отырған ағаларға арналады, сіздердің құрметтеріңізге бір ән шашу болсын. Анашым, алтын бағым, сағындым өзіңді ана, жыр болып жүрегімнен төгілдің асыл ана, адам бол деп сен маған мәпелеп өсіргенің, қарызбын ақ шашыңа. Анашым, жаным, анашым, анашым, менің анашым, ойлайтын жиі баласын, көңілі кең данасын, анашым. Қанша уақыт өтсе де еркелеймін мен саған, ана деген осы бір ән арналады тек саған. Адам бол деп сен маған мәпелеп өсіргенің, қарызбын ақ шашыңа. Анашым, жаным, анашым, анашым, менің анашым, ойлайтын жиі баласын, көңілі кең данасын, анашым. Анашым, менің анашым, ойлайтын жиі баласын, көңілі кең данасын, анашым. Былай істеген, хотя бы Жазирадан сұрайық, Жазира. Сосын енді Жазира, мен бір как будто бір мен не істейін енді мен? Ла гитарамен айтасызшы, кел. Қоша ханым қайда екенді айтасызшы, хотя бы. Қымбат, өзің ба? Әйтеуір кәрі түйе жүндеуге жақсы деп қымбат сала береді, әйтеуір бәрі жабылып. Кел енді, кел. Жазира, кеш ортаға. Официально.
Ал енді бәріңіз білетін ән деп ойлаймын. Бәріңіз қосылып отырыңыздар, жақсы ма? Өзіңді аңсап өтеді көктем өтер күз, аңсаумен өткен өмірге мынау не дерміз. Көрсем деп шіркін іздеген мәңгі бір-бірін, көк аспандағы ай менен күндей екенбіз. Жаным ау менің жанама таққан тұмарсың, жалғанда жалғыз жабығып жүрген шығарсың. Ұнарсың талай бір көрген жанға ұнарсың. Өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың. Көркемің сенің көрсем деп жақсы өзгеден, қиналдым соны айта алмай саған сөзбенен. Сен туған ауыл ел жұртың неткен бақытты, өзіңді күнде жүрегің көріп көзбенен. Жаным ау менің жанама таққан тұмарсың, жалғанда жалғыз жабығып жүрген шығарсың. Ұнарсың талай бір көрген жанға ұнарсың. Өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың. Ұнарсың талай бір көрген жанға ұнарсың. Өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың. Құдалар, қалай ұнады ма? Құдалар ойлап отырған шығар, біздің келінде әнші болып таңертең кешке дейін ән айтып миымыз ағып жүрмесе болды деп. Жоқ, біздің қыз олай емес. Уайымдамаңыздар. Ән айтады, бірақ та орнымен. Енді ардақты ағайын, құрметті қонақтар, қадірменді меймандар, 6 жаста жинасам асырамын, 7 жаста жинасам жеткіземін деп, жарғақ құлағы жастыққа тимей, осы Жакон айының сырға салу тойын, мерекесін осындай дүбірлетіп, дүркіретіп, үлкен ұлан асыр тойға айналдырып отырған ағамыз бен жеңгеміздің айтары жеткілікті. Енді бұл кісілердің бірінші тойы ғой. Бірінші қызықтарыңыз ғой, қобалжып жүр өздері, не істеп не қойғанын білмейді. Екеуі де тамақ ішкен жоқ кешеден бері. Құлақтары естіп атқан жоқ, көздері көріп тұрған жоқ. Жаңағы Жазираның, қымбаттың әндері дүңк деп естіліп тұр да бұларға қазір. Түк бас жұмыс істеп атқан жоқ. Өйткені неге? Ол жауапкершілік. Осыншама елді жиып алып, осыншама халықты шақырып алып, мен сол кісілерге лайық құрмет көрсете алам ба? Осы кісілерге қызмет жасай алам ба деген уайым оның бәрі. Оның бәрі жауапкершілік, ардақты ағайын. Аға жеңге кеңіздерші. Ағамның үйі Ақжайлау деген осы міне. Ең үлкен сый жасаған мына сен едің, анамдай асылды таңда. Негізі қазақ деген қызық халық. Мінезің болса милаған, сыйға сый сыраға балын тыймаған. Келіспей кетсе келіні мен өз ұлы 1000 жылдық деп құдасын қатты сыйлаған. Бір атым Насыбайға көңілі қалып қираған, өкпеге қиса өлімге әсте қимаған. Сескенбес оқтан сеніскен тату дос үшін Махамбеттер Исатайлықты сыйлаған. Бұл кісілер қанша жерден қыз беріп отырса да, алтын бастарын ейіп, құдаға деген құрметін көрсетіп,
сіз құдағидың қолынан ұстайсыз, сіз құданың қолынан ұстап ортаға құрметпен алып келесіздер. Бұл туыстықтың алғашқы контактісі. Кеттік ал. Ең үлкен сый жасаған мына сен едің, анамдай асылды таңдап, қатайтып қанатымды өсірген едің, келемін ізіңді жалғап, саған қарап қолының өсіп келеді. Бұйрық бауырды қазір төс қағыстыр ғой, бере саламыз ғой, қатты қиындар. Өз коммерческий жалғыз тамағымыз бар өзі, онда ұмытып кетіп біз өзі. Я? Так, былай істегенде. Пока дайындай берсін, аға. Әркім өзінің әйелінің қасында тұрсын деп жатсыздар ғой. Мына кісіде опыт бар, көрдіңіздер ме уже? Бәрін рас бит тұр, міне көрдіңіздер? Сөйтіп, я, реттеп. Бұл кісінің уже биді, еркін да. А біздікі болса қатық баған. Не істерін білмей тұр, ана, билейін ба, билемейін ба, билесем ят болам екен деп енді. Ол кісінікі де түсінікті енді. Қызын беріп атқанда билеп жүрмейді, жынды адам құсап енді. Дұрыс. Өте дұрыс, өте бәрі орында. Бәрі тамаша. Мына менің Сейіл деген ұстазым бартын, иманды болғыр, қара жер хабар бермесін. Сол кісі менен сұрады. Құрманғазы, жігіт пен жігіттің несі артық? Оларды бір-бірінен несі асырады деді да. Мен тұрып айттым, білімі шығар, мықтылығы шығар, күштілігі шығар, бәлкім ақылдылығы шығар деп сөйдегем, жоқ деді. Құрманғазы есіңде болсын. Жігітті жігіттен асыратын бірақ нәрсесі бар. Оның иманы да емес, оның жиғаны да емес, оның ақылы, есі, санасы да емес. Жігіт пен жігітті асыратын бірақ нәрсе ол құдасы деді. Егер де оның құдасы жақсы болса, оның мәртебесі әрқашанда биік болады деді. Бір-біріміздің мәртебемізді көтеретін құдалар сіздер болыңыздар. Енді бағана осы жерде құдағиымыз айтты, әке Асқартау, ана бұлақ, бала жағасындағы құрағы деді. Асқартау әкелер сіздер мұқылмаңыздар, жайқалған құрақтың қызығын көріп, рахатына шомылыңыздар. Біздің Маконой да Жаконой да бақытты балалар. Себебі 4 құбыла тең. Алдында ата әже бар. Бұдан артық қандай бақыт керек? Тібай, тілдінің тілінен, көзінің көзіне сақтасын. Анау жақта отырған үлкен әжені, атаны көру деген ол үлкен бақыт. Естеріңде болсын. Енді бүгінгі мерекелік кеште құда әкелік тілек сізден бастау алсын. Сіз бастаңыз, құдағи қоштасын. Менің ағам мен жеңгем сіздерден жайлап үйреніп, сосын точкасы қойсын. Ассалаумағалейкум, құрметті құдалар. Сіздерге біріншіден көп рахмет. Мынандай дарқандай даладай дастархан жайып, баладай көңілмен бізді қарсы алып жатсыздар. Тағы да үлкен атасына, апасына, анасына, әкесіне үлкен алғысымды білдіргім келеді. Мәпелеп өсіріп, білім беріп, тағзымдай тәрбие беріп, біздің қолымызға тапсырғалы отырсыздар. Алғысым шексіз, өте қуаныштымыз. Екі баламыз бақытты болсын, осының бәрі осы. Сонау жақтан жаңағы міне қасымда еріп, туған туыстарым, бауырларым алыстан келіп жатыр. Қасымда достарым келіп жатыр, қолпаштап. Осы бәрі осы екі жастың құрметіне. Екі баламыз бақытты болсын. Басқа бізге не керек? Бұларда қазір бәрі бар. Жаңағы айтып жатыр, 4 құбыла түгел дейді. Басқа не керек? Бұл деген бір өмірдің бір тағы да бір бақыты. Тек қана барлықтарыңызға жақсылық тілеймін, осындай қуаныш болсын, үйлеріңізде балаларымыз бақытты болсын, құдалығымыз 1000 жылдық емес, мәңгілік болсын, немерелеріміз көп болсын, аман сау болайық, алтын көпіріміз ешқашан құламасын. Қызымыз өзіміздің қызымыздай болып тастай батып судай сіңіп кетсін. Жаңағы бізге біріншіден бір жаққаны осы Мадияр осындай қызбен сөйлесіп жүрмін. Жан нұры аты деген кезде біз өзіміз бір-бірімізге қарадық та, таңға қалып жатырмыз да. Менің жанымды алыпты да, Нұргүлдің нұрын алыпты. Сонда жан нұры болып жатыр ғой. Ол да бір сходство, бір Алла тағаланың бұйырғаны шығар. Сол бақытты болсын жастарымыз. Аман сау болайық. Рахмет сіздерге, дастархандарыңызға. Осы бір соққан шапалақтарыңыз құдаға пайдет десеңіздер.
бір жақсылап тұрып құрметімізді көрсетіп, қошеметімізді көрсетіп қояйық. Бағана менің қымбат жеңгем айтты ғой, бұл сырға салуды біз міндетті түрде әдейі жасадық деп. Себебі ертең ұзатуға келген кезде еркін сезінсін деп. Енді қазақ ештеңені қалып істемеген, қалып айтпаған, осының бәрі жөн жосығымен, жолымен, жөнімен болғандықтан істелген. Енді сол ата жолдан аттамай осы құдалықты бастап жатырмыз ғой. Енді батырда, ақында алып данадан туады. Осы Маканойдай апталдай азаматты 9 ай 10 күн көтеріп, мехнат тартып, ақ сүтімен қатар тәлім тәрбиесін емізген ақ мамасынан ақ тілек тыңдайық. Енді бұл кісі қазір қуанып тұр енді. Бұл кісі уже келін алып, опыт бар, келін алып алған, біледі. Қалай екенін бәрін біледі. Енді өзіңізден бір жақсы жайдарлы жылы тілек тыңдағым келіп тұр. Ақтарылып бүгінгі құдағиларыңызға, жалпы осындағы құдаларыңызға айтарыңыз болса, балаларға жеткізетін өсиетіңіз болса, қазір жеткізіп тастаңыз. Ал енді құрметті тойшыл қауым, құрметті құда-құдағи, құрметті үлкен әже ата апаларымыз отыр. Біз өте қуаныштымыз. Бүгін бір керемет сәт, керемет күн. Біз өте қуаныштымыз. Құдаларыңыз екеуміз екінші ұлымды міне кенжесі үйдің үлкен ұлы үйленген 3 жыл бұрын. Міне 3 жыл бұрын өтті. Міне енді кенжемізді үйлендірейік деп отырмыз. Не дейін енді? Ең маңыздысы Мадияр, Жаннұр, көтерген шаңырақтарың биік болсын. Керегелерің кең, терезелерің тең болсын. Ең маңыздысы дендерің сау болсын. Жүрген жеріңде аман болыңдар. Ұстаған қолдарың мәңгілік болсын. Махаббаттарың баянды болсын. Бір-біріңді сыйлаңдар. Сыйластық болған жерде барлығы жақсы болады. Ата-ананы екі жақтан да сыйлаңдар. Не айтарым? Қазақша бітіп қалды, орысша сөйлесем болма дейді. Бақытты болыңдар, самый главный бақытты болыңдар. Мына екі ата-ананың ортасында алтын көпіріміз мәңгілік болсын. Тек қана жақсылыққа келейік, сіздер біз жаққа, біз сіздер жаққа. Бала-шағамыз көп болсын, немерелеріміз көп болсын, той болсын. Сол бақыттымын. Енді осы шапалақтарыңыз құдағиға лайықты десеңіздер, енді өздеріңіз көріңіздер. Рахмет құдағи, Алла разы болсын, айтқан тілегіңіз қабыл болсын. Енді бағана ғана тілге тиек етіп кеттік. Біз Алла тағала айтқан екен, зәбір көргеннің, жолаушының және де ата-ананың балаға тілеген тілегін ешқашан қайтармаймын деді. Осы екеуіңіздің тілегіңізді Алла тағала қайтармасын, қабыл болсын. Ал енді ардақты ағайын, балпаң бастырып, Бозгүлемге палуанды шығармаса да, ши үстінен шіркей ататын кілмергенді алдырып, осы Қарағандыда жан батқызбаса да, анау Қызыларайдан Қарағандыға дейін боз жусанның тозанын көкке көтеріп, дүбірлетіп, аламан бәйгі бермесе де, бас ауырып балтырсыздаса қасынан табылатын дос пен жораны, туған мен туысты осы бір қара шаңырақтың астына жиып, осы алғашқы қуанышымен бөлісіп атқан ағам мен жеңгемнің айтары жеткілікті. Енді бұл кісілерге біз жайылып жастық, иіліп төсек болып поддержка болмасақ, енді кім қолдайды бұл кісілерді? Мысал үшін ағайынның арқасында бұл кісілердің астығының алшысынан түсіп жүрген ақиқат. Олай болса, осы құдалықтың сырға салу тойының қорытындысы ол тілегін айтып, ағайын туысқанға алғысын білдіріп, балаларына батасын білдіріп қойсын. Ассаламағалейкум баршаға. Ал құдалар, құдалығымыз мәңгілік болсын. Құдам айтпақшы, қадамдарыңыз құтты болсын, нұрлы болсын. Осы тойға атсалысып жатқан ата, әжелеріміз, әкелеріміз, шешелеріміз, нағашы жұртымыз, аға жеңгелеріміз, баршаңызға рахмет айтам. Шакон, Мадияр, бақытты болыңдар, бақыттың ішіне бәрі сият. Жаным, барған жерің бақытын еселе, тастай батып судайсың.
үлкені бірлесе бір үлкен әулетке айналыңдар. Тойымыз көп болсын, тойымыз тойға бассын. Сол. Айеке, молодец, красавчик. Бәрі шыдамды екенсің. Бірақ та көзде тұнып тұр бәрі. Қазір бұл жылы-жылы сөйлеп жүрсең, жылап жіберейін деп тұр кәдімгідей. Молодец, жарайсың. Енді уайымдама, тастай батады, судай сінеді. Енді құдағиыңа қарасаң, батпаса батып, сіңбесе сіңдер болайын деп тұрған сияқты ғой кәдімгідей. Міне, уже опыт бар деп отырмыз. Өзіңіз қалай, бәрі жақсы ма, дұрыс па? Қобалжыма, өзіңде тидің ғой анаған. Қобалжыма, бәрі жақсы болып кетеді, уайымдамаңдар. Осындай аналарымыз ұзатылып бірерге келін болмаса, біз сияқты жүгірмектерін жүгіріп екі талай еді ғой. Уайымдамау керек, бәрі жақсы болады. Вот ана қыз кетпей қалса, вот уайымдаған көкесі сонда басталады. Енді медицина ғылымында апам жақсы біледі. Жалпы не ретінде, теңеу ретінде айтады екен. Қалыпты жағдайда адамның жүрегі секундына 1 рет соғады деген түсінік бар екен. Енді қазір ақ жеңгемнің жүрегі секундына 4 рет па 5 рет қағып тұр енді. Санасында сан мыңдаған сұрақтар бар. Осы уақытқа дейін тәрбиелеп тәлім берген менің Жакөнай қызым, күйеу бала Мадиярдың үйінде, құдам Жәкеңнің үйінде қаншалықты сіңді келін болады деген сұрақ мазасын алып тұр. Сіз уайымдамаңыз. Сіз вообще переживать етпеңіз. Мен айтқан жоқпын, честно, зуб даю. Мен айтқан жоқпын, қазақ айтты. Келін қайын ененің топырағынан деді. Құдағиыңыз қандай жайлы, құдағиыңыз қандай жайсан, құдағиыңыз қандай красавица, қызыңыз тура сондай болады. Сондықтан уайымдамаңыз. Осы кісінің жолын берсін. Осы кісі сияқты қос-қостан келін сүйіп, келін түсіріп, немерелі шөберелі болып отырсын, ақарлы шақарлы болсын. Енді жолдасыңыз сияқты сіз де бүкіл күш жігеріңізді бойыңызға жиып, ертең жылайсыңдар. Бұл сырға салуда жылауға болмайды. Ертең жылайсыңдар, сондықтан бәрі нормально. Құдаларым, келген қадамдарыңызға гүл бітсін, балаларымыз бақытты болсын. Мынау айтып отқан тілектердің бәрі қабыл болсын. Өзім жүрегім толқып, сол не болды? Өзің бір сүйіп тұрып сүймегендей, махаббаттың отына күймегендей, ақ жеңге неменеге жылап тұрсың, өзің мына аяңға тимеген дейді. Сен немесе былай істе, жылабаш жақсы болып қаласың, шын айтамын. Өкіріп жылаш, зато ертеңге нормально бол. Жылап ал, тоса тұрамыз біз, жылап ал. Басыл. Вдох, выдох. Ертең айтам, мәссаған, ол не болды сонда? Жарайды енді, аға. Ертең жаңа енесі қайда? Үйретіп нетіп қойыңыз, тәте? Сіз тиісіп жүрген жоқсыз ба? Неге жылап тұр мынау? Жәке, кеңіз берға. Енді мынау бағана ағатай жақсы айтты, әлі біз төс қағысқан жоқпыз. Әлі біз уәделескен жоқпыз, ымыраға келген жоқпыз. Енді құда деп айтып жатырмыз десек те, бұл балалардың сезімінің арқасы деп жатыр ғой. Енді сол бір ортада мына бір түйін тұрмасын деп тұрмын, ертең керек болса тағы да төс қағыстырады. Одан кейін үйлену тойды тағы да қағыстырасыздар. Қағыстыра беріңіздер. Просто мына үйретіп алайын деген ғой. Кел. Асық. Сен бірінші рет қой, ептеп қытықын келеді, қашып жүрме масқараға бе? Мына кісі уже опыттанып алған, уайымдама. Мына кішкене қолтықтың астынан келеді енді. Сол бетте енді көрсетіп жүресіз ғой, құдай, көрсетіп жүріңіз, балалар ғой, жастар ғой. Кеттік ал. Мен сіз үлкен бір нәрсе біледі екен деп отырсам, сіз 3 рет төстейсіз ғой, түк. Мен біреу, екеу, үшеу. Молодец. Аха, құдағи кеңіз, Ұлжан,
былай ғой, короче, құдағи, былай. Сіз ғой алушы, сіз ғой негізі. Бір 20 жыл бұрын, осыдан 20 жыл бұрын туған сіңіліңізді жоғалтып алдыңыз ше. Бір соны бүгін тауып алып, бір сондай бір махаббат болады ғой, сондай бір сезім. 20 жыл бұрын жоғалтып алған туған сестраңды от жаңа көріп тұрсың ше, сондай махаббатпен құшақтасып бет сүйістіріп қойыңыздар, алып кеттік. Сүйіп алам бетіңнен, күннің көзі түсіп самал тимеген. Сүйіп алам бетіңнен. Құдағи, сіздің бойыңыз құдағиыңызбен құшақтасуға келмейді екен. Мынамен келеді екен енді, аға. Сен құдаңды құттықтап қой, сен немен қашып жүрсің, аға құттықтап. Бір құттықтап қой, ей, аға. Ата-анаңнан басқа ешкім сүймеген. Міне, енді жарасты. Ал енді, Аян аға, мен бағана осы жерге мені қымбат 12 жарымды шақырып алған. Құрманғазы ертерек келе берші деп ше. Өйткені өзінің кешігетінін білді ғой деймін. 12 жарымда шақырып алып, мен келдім, мына жерде жүрім салып. Елдің бәрі маған бүйтіп қарайды, нағыл деп жүр деген сияқты ше. Бір салат жасауға келген сияқты адам. Сосын мен жаздым, қымбат сен мені неге ерте шақырдың деп сөйлесем, сен келдің ба деп мені алдап жатыр. Сен менің сол жақтағы көзім мен құлағым боласың, пока анау мынау деп. Ой, бұл да біледі ше әйтеуір. Үйреніп алған ғой әпті. Содан мен соған нанып, астында отыра берген ғой. Сөйтсем бүкіл теманың бәрі төбеде болып жатқан ғой, мен білмеймін. Оны алдын ала біз мынау астын ашып дайындауымыз керек қой. Мен оның бәрі дайын шығар деп сөйтіп жүрмін ғой. Сөйтсем бұл кісілер де білмейді, бұл жерге бірінші рет келіп тұр. Құдаларды анау жақтан қарсы алып, қазір ан жақтан жасаймыз деп отыр ғой. Ой, тамада қайда жүрсің деп. Мен зәрем ішіп кеттім, мен бір нәрсе бүлдірдің ба, мақұл. Жарайды енді бүйтіп басы қаттың аяғы тәтті ғой деп өзімді жұбатып алдым әйтеуір. Сөйтіп бастап кеттік. Енді сіздер де айып етпеңіздер, төбеде күттіріп қойып. Ничего, қыз албасын да күтесің. Енді былай болсын. Менің қолыма мына Жаннұр қызымыздың сырға салуының списігін берді. Кәдімгідей мына сауатты адамның ісі бұл. Кәдімгідей ата тегін, туған жерін бүкілін жазып, мен аны оқыған кезде кәдімгі ішімнен бір жақсы ойға келдім. Міне ата көрген, ана көрген, әулетінде үлкені бар, отбасымен құда болып жатқан қандай жағымды деп өзім іштен қорытынды жасадым. Енді осы списікті бұзғым келген жоқ. Одан кейін мына жаққа менің жеңгем қымбат мынандай списік жасапты. Мынаны жаңа біз тәте дәрігер ғой, қайда кетіп қалды? Мына кісіге барып оқытып аламыз. Бұл кісінің өзі түсінбей, жаңа аптекаға барып оқып алдық мынаны. Содан әйтеуір өйтіп адамдардың атын тауып, сосын бірақ та қалай жазылса да мына списік өшірілетін списік емес екен. Мен осы бетте осы списікті мен Аян ағама табыстап қояйын деп отырмын. Мына бірінші той ғой, бірінші құдалығы, бірінші сырға салуы. Енді артынан еріп келе жатқан осы біздің Жаннұрдың бауырларының қызығында осы списікті пайдаланып, Аллах қаласа тілек айтып тұрайық деп. Мен өзі біреудің Құдайдан тілеп алған жалғыз баласымын. Ұлдамен, қыздамен, жалғыздамен, жалмауыздамен. Бірақ та қанша жерден жалғыз бала болсам да, мен төлдің басы болғаннан кейін атам мен әжем еншісінде отырмын. Шал мен кемпірдің тәрбиесінде. Енді естеріңізде болсын, шалдың кемпірдің тәрбиесін көрген бала жаман болмайды. Ең нашары осылай халықтың алдында жүреді, естеріңізде болсын. Енді біздің Жаннұр атаның да әженің де көрді. Мейіріміне бөленді. Ол түгілі нағашы ата әжесінің де баласы болды. Енді мен бала күнімде 5-6 жаста есік алдына шығып асық ойнаймыз. Мен барамда үлкен шешемнен жаңа шешей дейміз, шешейден асық сұрап аламын. Ол маған санап 5-6 асық береді, есік алдына шығам, ойнаймын, ұтыламын да қайтып кеп, шешей тағы асық берші десем, жоқ асық дейді да. На самом деле үйде бір дорба асық тұрады. Бермейді маған. Айтам, ана асықты не істейсің? Бершеш маған, мен ойнайын десем, ол сенікі емес дейді. Ал үйде менен басқа бала жоқ. Сонда ойлайтын мен, әжем алжыды ма, неге үйде бермейді маған деп. Бершеш енді десем, жоқ, ол сенікі емес, ол сенің балаларыңдікі дейді. Сөйтсем жаңағы әжемнің жиған асығы қазіргі мен үйде жүгіріп жүрген 5 баламның тілеуін тілеген екен. Енді сондай мына жерде тілеулес жандар, сондай ниеттес жандар отыр ғой. Енді мен Аянға табыс етейін. Бұл жай Аян емес, бұл қайната. Бұл қайната. Аллах нәсіп қылса, 1 жылдан кейін нағашы ата болып шығады бұл.
вообще ата дегенге қимайсың маған. Прям жап-жас. Білмеймін енді солай болып жап-жас немді папаң неге өйтіп жүрдің? Енді шашы келеді кішкене аталарға. Атақ полный жас жігіт. Енді Айеке, мына спискті өзіңе табыстайын. Алла қаласа шаңырағындағы шаттықта осы спискті пайдаланып тұрайық. Мынау сенің тойыңның тілеуін тілейтін қағаз болсыншы, өйткені мына жерде бүкіл аталарыңның әулетіңнің аты жазылып тұр екен. Жоғалтып алма. Масқара қылып басқа бір тамада оқып тұрып жүрмесін, ерін ұстады деп. Бағана ана сырға шешкен жеңгелер ғой, бұлар ақшаны дәмін албаған құйрық болып ұстап бағана тұрған. Қазір максилер шығарып салайық, қазір нетеміз, асықпаңдар. Енді сіздер іштеңе ұмытып кеткен жоқсыздар ғой? Бәрін айтты, сіздер іштеңе, жарайды, ертең айтамын деді. Айеке, іштеңе ұмытқан жоқсыз ғой, бәрін орынды ғой, енді. Карточкаға? Кейін сұрақ. Ештен кеш жақсы, паровойдан пеш жақсы. Әйтеуір ауыз түйсек болды ғой негізі. Кеттік жібер. Бұл бәрі айта алмайды бұла. Кеттік ал. Құда дейсің ау, құйрық бауыр жейсің ау, құйрық бауыр жемесе, несіне құда дейсің ау. Үлкен құда, бас құда, кіші құда, жас құда, құйрық бауыр әкелдім, ауызымды аш құда. Құда десем, құйрық бауыр жесем, құйрық бауыр жескен соң, нағыз құда десем. Үлкен құда артықтай, кіші құда салмақтай, құйрық бауыр азадам, тістеп алма бармақтай. Үлкен құда әнекей, кіші құда мінекей, құйрық бауыр асаттым, кәделерім кәнекей. Құда деседі, құйрық бауыр жеседі, құйрық бауыр жескен соң, нағыз құда деседі. Құда деседі, құйрық. Келіңдер, бері қарай келіңіздер. Мына жаққа ауыз түйсін, жоқ, не түсіндір шешін ау? Алар әптен ақшан кайфын алып көрмек. Бол. Құйрық жемеусек, карантинда осы құйрыққа жетермей қалбадық қой. Жеңдер. Келіңдер. Мына құйрық бауыр дегенді, мына сіздердің әп-әдемі көйлектеріңізге, әп-әдемі орамалдарыңызға бермейді. Ақшаның бәрін сіздердің көрсеткен сый құрметтеріңізге, әдемілеп тұрып асатып, әдемілеп тұрып жегізіп, құйрық жемеген адамға құйрық жегізіп жүрсең, бауыр жемейтін адамға бауыр жегізіп жүрсең, ептілігіңді көрсетсең, от мен сонда саған бәрін риза болып 5000 теңгелерді, көптен бері келін болып үйренген ғой, біраз жинап. Ананың опыты жоқ, 5000 теңгемен әлі жүр, 2000 теңгеліктер жинап апты еще. Көрма, үлкен келіндер шираған. Біледі олар кімге беру керек екен, 10 000 теңгеліктерді кімде болатын. Так, енді Аянаға кеңіз. Бата берейік, қайтайық. Біраз, екеуі. Кешіріңіздер, енді батаның алдында бір ауыз сөз айтайыншы. Енді осы сырға салуға жауапкершілікті алып жүрген мына кісілердің Аянның ағайын туыс ата әжелері, бауырлары, келіндері Жезқазғанда тұрады ғой, Балқашта тұрады. Осы Қарағанды қаласында өзім тұратын болғасын, осы ресторанды, асабаны, анау Астанадан алдыртқан фотограф, видеографты өзім алып ем жауапкершілікке. Жалпы осы сырға салудың жауапкершілігін. Осы жерде мен арнайы алғысымды айтқым келіп тұр. Батаның алдында бірінші. Құрманғазы қайныма Алла разы болсын деймін. Құрманғазы, келе ғой. Бойыңды бір көрсет деймін ба? Өзі, рахмет. Сіздерге ұнады ма? Қарағанды қаласында енді аптасына 5 күнде кейде тойға барып кетеміз, шыны керек. Сыйласатын азаматтар, ортамыз
ата аналарымыз өте көп. Соның ішінде енді тойда жүреміз ғой, қарап жүреміз, қандай асаба қалай жүргізеді, әр айтқан сөзіне қараймыз, сөзінің салмағына қараймыз. Ойыны мен сөзінің мәні жарасқан, өзінің сымбатымен бойы жарасқан осы қайныма Алла разы болсын. Бұл асылдың сынығы. Өйткені жаңа айтып жатыр ғой, атасы мен әжесінің баласы болған, жалғыз ұлмын деп, жалғыз тұяқпын деп, бірақ сен жалғыз емессің, артыңда қаншама сені жақсы көретін осындай елің бар, біз бармыз, ағаң бар үйде. Ол үйде емес, ол кісі жол жүріп кетті. Үйде емес. Бергел. Жеңге мен қайынның әзілі жарасады әрине. Құрметті құдалар, Құрманғазының бір жаңағы приколдары дейм ба? Әзілдері қисынсыз кетіп жатса, енді кешірім сұраймыз, бірақ біз осы кісіні осы бар бойымен жақсы көреміз. Өзінің әзілі де өтеді бізге, өте орынды. Сондықтан Алла разы болсын, сіздің үйде де той болсын, сырға салынсын, келін түссін, иншалла. Әумин. Және де арнайы Баянды, Адай деген жігіттер мынау домбыра өшерін қандай мероприятие болса да біздің ортамызда жүреді. Алла разы болсын, менің бір ауыз сөзімді тастамай келген. Астанадан арнайы алдырған Ертай келе ғой. Ертайдың командасы. Қараңыздаршы, 100 жылы фотограф деген осындай болу керек. Қарағанда жүзінен жымиып тұрасың. Әйтпесе кейбір фотографтар бар, үндемей түсіре салады. 100 жылы күлдіртіп тұрады адамды. Бүкіл фотоларыңыз удачно шықты деп ойлаймын. Сол рахмет үлкен. Алғысымды білдірейін дегенім ғой. Рахмет жеңге, Алла разы болсын. Жеңген бәрін. Ұлжан брендтан кейін өзім шапан кигізем саған. Маған ұстайын де. Ойна айтам. Жеңге мен сомнение жоқ. Өз алмаса да ағам алдыртайын деп тұр ғой, примерно. Енді айтып жатыр ғой, енді тойларда жүреді постоянно, анау мынау деп ше, нелер ұнайды өзімізге деп. Өтірік айтады, просто арзан болғаннан алып жатыр. Арзан болғаннан алдырып отыр десең, ойнап айтам. Енді мен кеңіз аға, кеңіз. Кез келген нәрсенің өзінің иесі болады, кез келген жиынның өзінің жауапкершілігі болады. Қолыңыз жайыңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жайыншы. Ағыдайым ондасын, еш жамандық болмасын. Аяке, айдекпеген жылқыңнан 50 айғыр арқырасын. Оздап тұрған 10 түйеңді 10 келінің қомдасын. Ұзатылып жатқан Жакөней қызың мен Мәкөней күйі болаң, тасқа тамыр біткенше, мұзға бидей өңгенше мұңшылық пен таршылық көрмесін. Қара биен құлындап, Қарағандыға сыймасын. Ала биен құлындап, Ақтоғайға сыймасын. Жалпы екі дүниенің бақытына бөленіп, 90-ға жетіп, сол тойда тілек айтып саған бата беріп тұратын күнге жеткісін деп бата беретін үлкендердің атын атап жүр. Шөбересінің тойына мынау Жезқазғаннан келіп отқан атамызға берейік. 90-дағы атамызға береміз. 90-дағы атадан баталайық. Бүгінгі келген қонақтың, келген мейманның жолының амандығын тілесін. Құдайым оңдасын, оң жолына бастасын. Үйлеріңіз апаттан қайғы-қасіретті сақтасын. Дастархандарың тоқ болсын, уайым қайғы жоқ болсын. Бағдәулет берсін бастарыңа, өмір берсін жастарыңа, ауру сырғау бәле-желе жоламасын қастарыңа. Тойлары тойласа берсін, екі бала бақытты болсын. Аллаху акбар. 90-ға кеп тұрған адамға 100-ге жетіңіз деп айтуға ыңғайсыз да екен. Құдайдың берген жасын жасаңыз ата.